Достар, ассалаумалейкум. Қазір енді Арекең интернет жарып отыр ғой енді. Анасын туған күнімен құттықтап, енді халық екіге бөлініп жатыр. Мен айтайын дегенім, Алла тағала сол күнге жеткізсін. Алла бұйырса біз арабтар сияқты өте бай, қазақтардың бәрі үйінде 5-6 мәшіне, ақшамен проблем жоқ. Бәрі арабтар сияқты ақ киімнің орнына чапан киіп ап, басқа мемлекеттерден үйіне құл әкеп, бір адам басына 5-6 үйден ақшамен проблем жоқ, бай. Енді арабтардан асып сондай бай болып баратқан кезде медицина бесплатно, университет бесплатно, үйленгендерге квартира бесплатно, налог жоқ, сөйтіп бір бәріміз уже спортивный машинамен уже андай таксовать етіп кеткен кезде, одан мына Қытайды алып кеп технологиямен ауыл шаруашылықты көтеріп тастап, бүткіл жағдайдың бәрін істеп, одан кейін депутаттар отырып алып, не істейміз жаңағы, поздравить етеміз ба, одан кейін бір-бірімен спорт етеміз ба, жаңағындай депутаттар отыратын жерге анау президенттің выступлениесінде диван қойып қойып ұйықтайсыңдар ма, оның бәрін істеуге болады да, бірақ қазір ол уақыт емес та, қазір емес, оның уақыты келген жоқ әлі. Неге десеңіздер, 2010-нан бастап мен бала кезімде әлі халықтың жағдайы өзгермегенде, әлі сол жұмыссыздық, әлі сол киім-кешек жоқ, проблема, кредит. Сол үшін жігіттер, құрметті депутаттар, қазір ұйықтайтын уақыт, соғысатын, экономика жағынан, даму жағынан соғысатын заманда жігіттер сондай ғана депутаттар қалу керек қой. Қазір қалған бәрі өздерің жігітше кетіп қалсаңдаршы, мен пайдам жоқ екен, мен осы жақта халыққа мен құр отырмын деген титулды алып тастап, сонымен кетіп қалу керек деп ойлаймын мен. Сол үшін еліміз үшін еңбек етуді тоқтатпайық. Мәжілісте анаңызды құттықтаған екенсіз. Сіз рұқсат алдыңыз ба? Мәжіліске регламентіне сай ма? Жалпы анаға байланысты ананың алдында ешқандай регламент болмайды деп ойлаймын. Әркімнің анасы бар, бәрін анамыз жақсы көреміз. Бүгін анашым туған күні 70 жасқа келіп отыр, сондықтан мәжілістің төрінен Астанадағы баласы құттықтағанды жөн көрдім. Егер де бүгін менің жұмысым болмағанда, мен анашымның қасында болатын едім. Сөйтіп, бірақ анашымнан сондай бір ерекше қуаныш сыйлағым келді. Мәжіліс төрінен құттықтадым. Оны Ерлан Жақанұлы өзі құттықтап, ол кісі де жаңағы анашыма құттықтау тілегін айтты. Сондықтан бұл жерде ешқандай регламент, әбес жоқ деп ойлаймын. Керісінше депутаттардың барлығы қолын соғып ерекше құттықтап жатыр. Ал қаншама депутат өз анасын сол жерден құттықтап тұрса, бұл басқа да мәселелерді көтеретін жерде уақыт алып қоймай ма мысалы? Жалпы қараңыз, бірінші министрлер келіп, біз мемлекеттік жағдай талқыладық. Сол кезде бұл мәмілені біз қолдамадық. Кейін біздің депутат сауалдарымыз болған кезде, ол біздің жеке депутаттар өзіміз қалдық. Сол кезде бұл тұрған ешқандай әбестік жоқ деп ойлаймын. Сондықтан өмір анамен көгереді ғой. Ана деген өмірдің бақыты ғой. Сондықтан аналар аман болсын. Тағы да құттықтаймын анашымды. Рахмет сіздерге. Құрметті Дания Мәдиқызы, осында отырған барлық азаматтардың артында әлемнің жарығын сыйлаған аналары тұр. Менің анашымның бүгін туған күні еді, 70 жасқа толып отыр. Құттықтау рұқсат етсеңіз. Қадірлі анашым, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің мейірімге толы жүрегіңізге және жүзіңізден төгілген нұрға шомылып өстім. Анашым, әкетайым екеуіңіз құстың қос қанатындай мәңгі бірге болып, Құдай бере салған немерелеріңіздің қызығын көріңіздер. Анашым, мен сізді қатты жақсы көрем. Сіздің алдыңызда басын ием. Баршаңыз аналарыңыз аман болсын. Менің депутаттық сауалым